Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Мадияр Тенебай және де достар, бүгін бізде кезекті такси рубрикасы. Бүгін біз электрокарлармен түсіретін боламыз. Арнайы электрокар түсіру үшін достар, біз Алматы қаласына келдік. Дәл қазіргі таңда біз Есентай мол ма? Иә, Есентай мол. Біздің қасында тұрмыз. Жалпы Қазақстанда электрокар ең алғаш осы Алматы қаласына ашылғандықтан осында келіп түсіргелі жатырмыз. Ал ендеше видеомызды бастайық. Жалпы айтқанда, құрметті көрермендер, осыдан 2 ай алдын біз Ташкентке бардық қой, Чинада осында, деп. Сол кезде бизнеспен жүрген кезде бір байқағаным, электрокар сол кезде байқадық та. Ол кезде Алматыда жоқ еді. Ал иісі шықпайтын еді, короче. Енді сол жерде біз Ташкентте электрокар деген өзі отдельный пунктті көрдік та. Сол кезде біз түсіргіміз келді. Может, давай Ташкентте бір күн қаламыз да электрокар түсіріп кетеміз. Бізде Қазақстанда жоқ қой, как-никак деген сияқты. Бұл енді бір бөлек контентті, чисто такси шақырасың, чисто электрокарлар келеді. Электрокарда қандай машиналар жүр деген сияқты ғой. Енді сөйтіп жүрген кезіміз, құрметті көрермендер, мінекей біздің Қазақстанға Алматы қаласына да келіпті. Арнайы осы электрокар түсіру үшін біз қазір Алматы қаласына арнайлап келдік. Ендеше бүгінгі біздің бір күндік жұмысымыздың барлығын через электрокар такси арқылы бітіретін боламыз. Табатқа көмектемен әр жұмысымызды жүреміз, анда барамыз, мұнда барамыз. Ең бастысы тек қана біз электрокар таксимен жүруіміз керек. Бензиннің иісі шығатын машина болмайды бұл жерде. Андай тайып кетіп тұратын, дырылдап тұратын, иіс шығып тұратын. Атын бет. Олай болса, бастаймыз ба? Кет, заказ берейік. Все, ендеше, олай болса, видеоны соңында тамашалаңыздар, ал біз видеомызды бастаймыз. Мостан, сіздерге де дәл осы сообщение келді ма? Онда құрметті көрермендер, тез уақыт жоғалтпай, өз бонустарыңызды алып қалыңыздар. Толыққанды сілтемесін бекітілген комментарий қалдырып кетемін. Небәрі мен промокодын терсеңіздер, сіздер де дәл осы 140 теңге бонус алатын боласыздар. Олай болса, барша сәттілік. Мост өз жеңімпаздарына сыйлығын беруге дайын. Алдай достар, мінекей біз алғашқысын қазір Чина бауырымыздың үйіне кіріп шығу үшін. В общем, Чина бауырым жаңа бару керек. Біз Алматы келгеннен кейін квартира снимать еткенбіз. Енді қазір Чина тамырының Алматы үйі бола тұра, қалай үйге кіріп шықпаймын деп отыр ғой, в общем. По-любому бару керек қой, енді бір көрініп. Әрине, достар, бүгін енді бір күн Алматы жұмыстарымыздың барлығын бітіреміз, бірақ жүріп тұру үшін біз не істейміз? Электрокар. Біз Алматыға келдік, сразу Яндексті ашып қарасақ, бізде достар электро деген ашылған. Алдында бизнес болды, ультима болды. Короче, енді бізде достар такси, электрокар. Еще не тоқтың сурет тұр. 1710 теңге екен үй жаққа дейін, все заказать. Бұл жақта по-любому электромашина келеді бізге. Сондай құрметті көрермендер, Алматы қаласына келген екен. Әрине өзіміздің қасымызда Бека бауырымыз. Ассалаумағалейкум. Ұйқыған баған, ашса ұйқыңда. Сушынан қышақтап отты. 4 күн ұйықтамадық қой. Машина келе жатыр. Қандай машина? Не машина? Давай. Ждем ответ. BYD Q1 Plus. Өткенде біз не емес қойдың, по-моему, Ультимада да BYD келген еді ғой. Сондай құрметті көрермендер, енді өткенде біз Ультима келген кезде неғып есті ашпайды деп тұрдық қой. Электрокарда ондай жоқ. Электрокар просто машинамен ғана ерекшеленеді. Ол жерде түсіп бізге есті ашып, сервис көрсетпеуі де мүмкін. Көрсетпейді. Бұл жерде только электрокармен жүретін машина. Да, ішінде салфетка, влажный су, анау-мынау. Главное, тоқпен жүретін машина болу керек болды. Көрейік, короче. Астанаға келмеген Алматы қаласына. Негізі бұны достар, мен бұл видеоны Ташкент қаласына түсіргім келген. Өйткені алдында біз Ташкентке барған кезде осы электрокарлы таксиді көргеннен кейін түсіргіміз келді. Сөйтіп арадан 2 ай өткеннен кейін Алматы қаласына ашылыпты. Астанаға қашан ашылатынын білмейміз. Десек те біз уже Алматыда түсіріп жатырмық. Все. Қанша уақытта келеді? 7 минут дейді. 7 минутта, Все. Күтейік онда. Достар, мінекей біз, короче, мынандай бір райондамыз, осы қараңдаршы. 2 ЖК-ның арасында мынандай бір коттедж тұр екен. Осындай жерде квартира ағамыз ғой, уақытша қонып тұруға. Енді қазір Чина бауырымыз үйіне кіріп, амандасып, үй ішімен шай ішіп, анау-мынау, в общем, короче, сөйтіп, мына кетіп жататын боламыз. Дальше арғап тағы жолығатын адамдар бар. Жолығып, көрісіп, дальше бойынша арғап бір күнімізді электрокармен өткізетін боламыз. Есік аша ма, ашпай ма, білмеймін, тамыр бұл жолы мен водительдің арқасына отырайын, Отыра бер. Онда не жақсы? Мүмкін есікті ашып қалады. Көреміз, короче. Бұлардан электрокардың экономикасы ғой деймін. Старый екен, Өйткенде BYD кәдімгі тең еді ғой, қарға бөледі ғой. Бұл типа легковой версиялар сияқты. Экономикасы. Кроссовермен. Өткендегі седан еді. Прямо түсіп кетсе болады ғой. Білмейміз, көке айдай берсеңші. Машина өзің ма, брат? Выкуп. Күнде қанша сонда болады? Нормально екен ғой. Почти ковылтты бағасы екен ғой. Несі қызыл екен приборкасы. Кішкентай. Көрдің ба? Эконом версиясы көрші. Жоқ. Приборкасын қарасайсың? Приборкасын ба? Қарасай? Кішкентай. Приборкасын қарасыңдаршы. Мотоциклдер сияқты, велосипед кеткен, мынандай кішкентай. Сол жерін бір түрлі істеп қойып, дәуірек істесе болады ғой, Мына есіктегі мыналар жана ма? Брат, есіктегілер жана ма анау? Точкалар. Жаңағы мощный болды деді. Өзіміздің электро бұл, Өзіміздің Веста сияқты екен ғой. Қалада зарядка қоятын жерлер көп па? Бір жарты сағат тұрасың десе, короче. Полный зарядка қанша теңге болады? Арзан 2000 теңге болады. И ол қанша километр жетеді?
Turgunga polniy beradi. Bir kunda 400-500, ayshi zo'r qo'y. 500 kilometr 2 tengada. Men olsam Bu elektrokaralar андай бизнес сияқты андай нелермен саналмай ма? Жаңа ішінде салфетка болу керек, су болу керек. Bu типа кәдімгі эконом сияқты просто электрокара. бұл экономда емес, бұл Комфорт. комфорт плюс нет, жаңағы электрощигі бар. Үшеуін бағасы бітіп тұрады да. До бизнеса, короче, иә. Түсіндің ғой, иә? Түсіндім. Так что келесі таксилерде су сұрап, салфетка сұрап, бәле болмайды. Бірақ мына жерде бір жақсы андай тып-тыныш істейді да. Тып-тыныш отырасың байқадың ба? Мотордан дауыс жоқ, тып-тыныш. Машина дірілдеп тұрмайды. Ондай жоқ та короче. Демалып барасың. Алдық достар, короче, біз жолға шықтық. Машинаны алдыңғы салоны осындай. Әкелерді артқа отырғызып қойдым. Неместіңларды, местіңлер алда отырады ма? Бізге есік ашып жүресің. Есік ашып мінгізіп, сүріп. Салонда айтарлықтай ештеңе жоқ. Мына жер Мерседес сияқты да? Мына жерде. Короче, сол достар, кеттік біз. Чадырсқа. Ош басым, ойбай. Жақсы сұрады, рахмет. Так, құрмет көрермендер, Build Your Dream. Мен басымды ұрып алдым иә. Қалай? Ощущение Қыз екен, кішкене. Арқастар екен, иә? Что там, қалай? Алдына кайфпен келдің ба? Сен орынға алға жылсаң болады. Біз қысылып қалдық арқасында. Негізі комфорт екен. Жоқ, былай жақсы, бірақ тарқып істеп қойған сияқты. Міне өз үйім өлең төсегім. Ананың қасында мен Вестам келіп қорадым. Ой, әйтеуір Тықып қалу керек қой. Короче, мен Чина Тамырымның үйіне келдік. Үйге келіп, жолығып, амандасып. Шыққаннан кейін дальше келесі такси қандай болады екен? Көрейік. Ал так достар, үйге кіріп шықтық. Енді келесі қайда барамыз? Рабат, чайхана, тамашамыз. Короче, Чина үйден қоштап шығасың. Так, олай достар, адрес бізде, короче, андай Роза Бакиева 133 екен. Бізден 3 километр. 3 километр ма? 3 километр алыста орналасқан 13 минуттық жол. Короче, бізде достар қараңыз, оказывается, электро деген ол до бизнес деген қараңыз. Бизнес 1800 болса, электро 1830. Комфорт пен бизнестің арасындағы машиналар екен. Сол себептен бүгін біздің видео электро. Енді бұл жақтан енді салфетка, малфетка, суын қайдан алып, есікті ашып бермейсің деп ешкімге сезбейміз. Ең бастысы, үнің шықпайтын машина кезек болды. Істем аласың. Олай болса достар, заказ берейік, көрейік не машина келеді екен. Енді жаңа байқаусыздар достар, BYD хан өте андай да. Эконом класстағы, төмен класстағы машина екен. Жаңа біздің келген машинамыз. Бүкіл машинамыз BYD хан болып жатса қызық қылмай қалуы мүмкін, иә. Может, келесі атмен қыламыз ба? Чанган бар ма еще электро? Көрейік міне. Смотрим, какие ближе. Менде еще достар 2140 балл жиналып қалыпты. Что там? Қазір достар мына видеоны қарап отырып айтады, бауырым, телефоныңа адал екенсің. Хотя бы чехолын ауыстыршы деп өткенде біреу жазып кетті да. Достар, мынандай A80-ге еркекше там чехол табу өте қиын ше. Сол себептен бір чехолмен жүре береміз. Әйтпесе негізі мен де ақымақ емеспін ғой. BYD жаңадай ғой. BYD Team Plus. Турбо атмен аламыз да. Басқа машинаны жүрейік ше, кішкене. Отменить поездку. И мына жерде марка машина деген бар еді ғой. Не понравилась модель машины. Чтобы қайтадан сондай машина бізге заказға түсірмеу үшін. Все. Отмен қылдық. Енді достар қайтадан заказ береміз. Бұл жолы достар 1800 теңге ғана. Жаңа 30 теңге жоқ уже. Бизнес үйінің арасы 10 теңге болып жатыр ғой. О, жаныңызда біреу жүрген сияқты. Міне, BYD Team Plus. Тура жаңа. Та да солай. Неме бәле? Белый екен бұл да иә, еще. Тур сондай машина короче. Отмен қыламыз. Анау комфорт жағарсаң тек қана кобальт келе береді дейді мырада. Эконом жағарсаң кобальт келе береді деп ше. Сол сияқты андай өңшең электроға BYD Team Plus-тер кіріп алған ба. Тағы бір рет. Үшінші попытка. Попытка не пытка. BYD. Ашума тимеш өтінем, Құдай үшін, прошу тебя, слава Бога, Құдайдың құдіреті, слава Бога, Бога. BYD Team Plus тамыр. 3 рет түсті. 3 рет машина түсіп тұр. Что там? Қарсы. BYD Team Plus. Бағана біз келген машина бар ғой. Тағы бір атмен қылып көрем, короче. Төртіншісіне түссе енді соны кете берем. Басқа вариант жоқ сияқты. Мен ойлағам ғой, бұяқта Кешке кішкене. қарай қосылатын шығар. Мүмкін. Бірақ қазір күндіз ғой, күндіз адамдар тірлік істейтінге уақыт емес па. Төртінші попытка достар, поиск машина кетті. Рядом с вами 3 машина. Жаңа BYD Team Plus-ға не понравилась модель машина деп не жатыр енді басқа модель машинасын беру үшін басқа түссе болады еді. Жақсы бір мінбеген. Любой машина. Зикрлер, ай. Ультимамен жүрген екен, олар мынандаймен жүргісі келмейді ғой. Так, біреуін тапты. Ждем ответ. Давай. BYD. Халық мені, көрермендер мені кінәлайды. Төртінші рет уже кеттік па? Амал қанша? Амал готов. Мен бүгін Алматыға келіп электрокарларды неше түрлі машинаны көрсетемін деген оймен келген едік негізі. Осыған бола сөмкө түсіріп. Қайтеміз, кеттік па? Тағы бір көреміз. Ема! 5-ші попытка достар. Қончи, хотя бы 10 минут керек дейді. Хотя бы. Тик. До конца күтесің ғой бұл. Главный бар ғой, главный BYD емес. Жаман машина емес, нормально. Просто разнообразие қылғымыз келіп тұр. Әртүрлі машинаны көрсеткіміз келіп тұр сіздерге. Хуанчи EQM5 дейді. Что там? Контент істеу ғой достар. Иә, все, болды кеміз. Кеттік. Міне келді. Қап-қара ғой. Нормально. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Мынау кең екен. Смело. О, бисмилля. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Ема, машинаңыз күшті екен. Это не да? Люк па? Жоқ, просто подсветка, да? Просто подсветка,
пейзажы. Уже другой, да? Вообще бизнес сияқты мына сен кеңдікті айтсам жаңағыдан кейін ше. Содан ба? Вообще тема. Арқасы бар. Сол баяғы. Полиген қарзай. Сол баяғы дауыс естілмейді. Тыныш. Зарядка сол екен еще. Маған короче 5 жұлдыз басып, бағана баспаппыз ғой. Енді мынау енді бөлек. Шын айтайын, өткенде мінген мысалы ше, ультимада қуанчы бар вообще. Соған қарап мынау больше ұнап тұр ма? Білмеймін, почему-то. Смело ше бір. Грузин екен көрініп тұр. Сиденье қалса кожа. Есікті қарап бай. Деревянный қылып істеген. Подсветка жетпейді екен мынаған просто. Жоғарыдан люстра подсветка бар екен, короче. Можно да снять видео, да? Вообще в Алмате вот Электрокар составной. В Яндексе, оказывается, электрокар, да, отдельно открыли. Вот про нее снимаем сейчас. У нас в Астане нету просто. Да, Ну да. Сначала Именно. в Алмате, потом же к нам обычно приходит. Ультима вот только недавно открыли. Да. Хотя в Алмате он уже давно, да? Наңасы тамыр. Примерно холодильник, да? Это как открывается? Ішіне бір басатын кнопка бар. А, все, понял. Лакшери екен, да? Оларыш. Бүйтіп қойып отырсаң бизнестегі жей. Тағы да бір барды еще. Мына жерде подстаканник болу керек. Что там? Тема. Білмейді, короче, достар, электрокар дегеніміз бұл комфорт плюс қой. Комфорт плюс мынандай машина көрмейсің ғой. Да, қалай ашылатын бар. Ладно. Жоқ қарсы до конца. Машина 2024 давай. Бейбіт шыға ма? Бөлек. Бұл жақта примерно холодильник десем пустой екен, ішіне. Комфорт плюс екен нормально. Бағана қарағанда қайда жақсы. Конечно, бағана басым жеп қалды ғой. Сөйткен кезде басымда болғансың, короче. Басым, ойбай. Жоқ, ол кішкентай екен енді. Мына енді машина сияқты торпедалары, мониторын қара, торпедасы ше, так положено. Жаңа бір кішкене мотоцикл сияқты ма бір? Сондай кішкентай да енді. Типа Жигули десең Жигули да кең, е? Жигули анадан кең ғой. Тамыр семеркам кең ғой. Айтады ма? Приорам кең анадан даже. А так вот, осындай құрмет көрермендер, сондай достар, тағы да бірден айтқым келіп тұр. Біз алдыңғы жол бизнесте, ультимада жүрген кезде біз обязательно оценка басып жүрдік, иә. Соны түскеннен кейін поездкаға баға беріп, бұл жол достар бізде бұған баға берудің де қажеті жоқ. Потому что главное электрокар ма, баратын жерге бардың ба, болды, көліктің іші таза ма. Анау сияқты өткендегідей су бар ма, түсіп есікті ашты ма, зарядка бар ма деп жеке оценка беру бұл жақта керек емес, да. Ең бастысы электрокар, машинаның іші таза болды, короче. Главное, біз бүгін күні бойы электрокармен жүреміз ғой. Суть сондай ғой. Қазір енді тамақтанып алайық, жақсылап одан кейін барып, бүгін Романмен жолығамыз. Кенде де Романмен жолыққанбыз, бұл жолы Романмен жолығамыз. Алматыға келген кезде жолығатын тамырларым солар ғой өзі. До свидания. Тут можно, да? Все хорошо, брат, до свидания. Все, түстік. Мощный, достар. Задний вид тарандаш. EQM5+. Китайский жазуларын айтшосылар ма? Ағарсы дөңгелегінде де аталды. Спереди қалай көрінеді, қараш. Спереди бір мэрска қалай ма, қараш. Спереди қалай, ja? Все, достар, короче, тамақ жеуге келдік. Мына жер ма? Мынау, ja? Айтыр ана әнші бар еді, аты кім еді? Нұран Еспанов. Короче, Еспанов ағамыздың Бычий хвост деген тамақ бар. Ана бычий хвост аласың деп түсінбей қаласыз. реклама жасай беретін жері ғой, көрейікші. Жемегенсіңдер ғой. Ой, сен бұны жемепсің деп қойып тұрып жіберген еді. Бір аппетит аш жерде. Ешқандай да жарнама емес. Осы жерге тамақ жеуге келдік. Бір казахский екен, саламатсыздар ма? Дизайнер болғандар. Типа восточный, бірақ казахский ма? Музыкасының өзі мощный екен. Жаңа жауын басылған. Өлтіріп қойыпты фонын, да? Қалай? Ұнап отыр ма? Бірінші етсің ба? Наватын вайбы ғой, короче. Саған қалай ұнап отыр ма? Өстік екен іші. Ішіне отырып кетіп. Ана жерге отырамын. Так, мына Ташкент палауы дейді ғой. Мына бір адамға ғой бір порция. Ташкент палауы қазысымен, жұмыртқасымен. Одан кейін ташкентский шайнек. Одан ташкентский самса бар ма? Бәрі ташкентский қыласақ. Қандай самса? Біреу берсеңізші пока көрейік. Ұра береді, бере беріңіз. Давайте фарш. Жей береді. Самса жемейсің ба не? Сен самса жейсің ба? Бұл жердің негізгі тамағы қайсы өзі? Палау мен самса емес пе? Набат деген бар ма? Общий самса бесеу. Иә. Қызмет көрсету точно 0% па? Набат, да. Вот, қазір көреміз соны. Достар, енді жаңа таксиге енді бағасын бере салайық. Енді жалпы достар қараңыздар. 5 чаевик, просто 5 жұлдызын басайық. Главное, машина таза ма? Таза. Нормально ма? Нормально. Электрокар ма? Электрокар, короче. Все, вот чисто салон, забота водитель, комфортное вождение, вежливый, интересная беседа. В общем, бәрін басамыз да, үйсе береміз ғой. Біз қандай адамдарға 4 жұлдыз басамыз? Машинасы кішкене ластау, болмаса жаңа бізге адамдармен, клиенттермен сөйлескен кезде деп болады ғой, бір грубо сөйлесетіндей. Сондайларға енді 3-4 жұлдыз басамыз. Так жаңа водитель дейміз, бізбен вежливо сөйлесіп, вежливо, я осындай, я қазір электрокарда осындай машиналар бар деп кішкене өз информациясын бөліскен үшін 5 жұлдызын басып кетеміз. Вау, дейсің ғой, міне келді ма тамақ? Давайте танкас. Мен, короче, восточный ғой, андай палау, жаңағыдай лағман. Самсасын өзің қараңдаршы. Мынаны не дейді андай? Капля дей ма? Капля. Есін, мына, короче, бүйтіп соус қылып атырасында да қараңдар, ей. Ас болсын, короче, тамақ жеп алайық. Дальше сосын кетеміз, в общем. Бүгінгі біздің видеомыздың басшысы тамақ емес қой, такси ғой. Сосын тамақ жеп алайық, дальше таксиді көрсете береміз сіздерге.
Ал достар, қарным тойды. Енді келесі қайда барамыз? Есентайға барсақ па деп жатырмық. Что там, қарным тойды ма? Жаққа барып. Иә? Соны әдемі. Что там бега? 2220 теңге шықты. Электрокар қанша отыр? 2220. 8 минут дей ма? Сен шақыр. Бағанағы. Не машина еді? BYD ме? Хонжиге сатып емаш. 5 рет болса да, 6 рет болса да, басқа машина табайықшы. Достар, жаңа енді далаға шығып заказ беріп жатырмық. Бұл кішкене іште отырып заказ берейік. Такси келген кезде шыға саламыз. Пока ашпай шайымызды ішіп. Так, короче, бір такси заказ бердік. Енді басқа машина. Бағанағыдай BYD қандай? EQM плюс пе да? Ол емес, и жаңағы Honda EQM5 емес, басқасы, короче. Не де ойлайсыздар, тауып көріңіздерші. Не де ойлайсыздар? Не машинада ойлайсыздар, бұны көрермендер табыңыздаршы. Біз қазір келген кезде көрсетеміз сіздерге. Бірақ анау енді ана машина сонда отырғанбыз, бірақ бүгінгі видеодағы потолок деп ойлаймын енді. Одан кейін потолоктар түсіп қалмаса. Не машинада ойлайсың, табыр айтшы. Білмеймін, сол қыз отыр, айтпай жатыр маған да достар. Да? Сіздерге де давай, подсказка болсын, нөмірді айтайын, 596. Қарап тұр. 596 қара машина. Қара электрокар. Қара. Зикр. Чек. Ма, BYD. Таныс па? Ма, потолок, BYD хан ғана. Что там? Таныс па? Өткенде маған не түсірдік қой ультима сол кездегі ұнаған машина сол еді негізі. Бөлек екен, Что там? Уровень ғой. Да? Байқаватсың ба? Біріншісі онша емес машина болды, екіншісі нормальный, үшіншісі потолок болды ма? Что там беке қалай екен? Бірінші па? Жоқ. Отырғасың ба, бұрын? На, серьезно. Уже не верил, нет. Қалай бай? Негізі дерзкий, мен екінші рет отырып тұрмын ғой BYD хан. Арқасын кеңдеген. Бірақ бана Хончидің кішкенде, Хончи кеңде болды. Хончи кең еді, кәдімгідей арқасы. Кем ғой машина негізі. Одан сән кішкентай. Қандай еді аты? EQM5 деген. Хончи соның арты кәдімгі Кең екен де, братан, Жоқ, оның арқа сізкінен кең. Аяққа не істейтін жер кәдімгі кең болып тұрды. Потолок да биік оның жаңағыдай. Специально таксиге адам шығарған дейді. Водитель айтады. Доброе утро, друзья. Выглядывает у нас иногда солнышко. И пусть в вашей душе тоже выглядывает иногда солнышко. Или всегда пусть будет солнышко. Улыбайтесь, радуйтесь жизни. Радуйтесь миру, себе, близким, друзьям. Роскошь қой. Артында да климат контроль. 4-зонный дейді ғой, 4-зонный. Әркім өз-өзіне, короче, азайтып көйіп отыра бересіңдер ғой. Панорамный люк. Ең басты қажет тамақ тып-тыныш. Осыны ұсынады маған бүгін электрода ше. Ми ашымай, рахат, комфортты сезіледі ше. Дегенде дым жоқ қой, короче. Брат, машина не үшін трайт етіп тұр деген әңгімелер жоқ та. Свечка ма, катушка ма деген. Гидромуфта ма деп отпайсың да. Ал достар, келдік, короче. BYD хаммен. Что там? Ана не емес пе я? Бит-бит, таныс па оны? Құман саттырамыз да, бір может қайдан білейік, а? Чина, Беканың қолына бір пепси ұстатып бере жіберейік біреуге. Саған құман сатып қойып бір хиджаптағы қыз келіп қалатын жер. Мына жерде жүрсең біреуге интервью ала беретін сияқты. Да, біреу жүгіріп келемін тиктокерлер. Бәрі видео түсіріп жүретін жер ғой. Все, құрметті көрермендер, мына жерде қазір біз бір партнермен жолығуға келдік. Қазір ішке кіріп жолығып шығамыз. Одан кейін дальше больше қайда барамыз? Қайда барамыз? Рома бауырымызға барамыз, иә. Рома бауырымызбен жолығатын боламыз. Олай болса, қазір кездесу кетіп шығайық. Одан кейін дальше осы енді Ромаға дейін қандай такси келеді екен тиіп көрейік. Так, олай достар, мінекей біз қазір Есентай молынан шығайын дедік. Енді Рома бауырымызға барамыз. Келесі такси не болады екен? Көрейік. Достар, электрокарды заказ беретін болсақ, чисто жаңағы бірінші BYD QM плюс бар ғой. Чисто сондаймен жаңағы Хончи бар ғой, екінші. Екі-ақ машина жүр. Что-то сендерге заказ түсіп отыр ма? Қараш, что-то сендерге не түсіп отыр? BYD QM плюс. Қанша? BYD. Не бери, басқа машина жоқ па, электрокарда? Пашамай, кімнің келіп отыр? Амал жоқ, сонымен кете береміз ба? Қазір тағы да көрейікші, бір попыткада заказ беріп көрейікші үшеумізде. Кімге бір түспеген машина түседі, сонымен кетеміз. Хончидің басқаша түрі болса. Бірінші достар, мен ойлағым басқа сасқа Есентай молдан қайту оңай болатын шығар. Бияқтан электрокарлар көп жүреді деген сияқты. Жена күтіп отыр такси. Бека іздеп отыр, мен іздеп отырмын. Маған мияқтан такси ұстау қиын ба дедім ғой. Мына жерде короче таксиді жаңа BYD QM плюспен Хончи түскенге атпен басып жатыр короче. Басқа мына екеуінен басқа машина көріп жатқан жоқпыз достар. Отырғанымызға 10 минут уақыт болды. Бізге уже баратын жерге тез жетуіміз керек. Кешігіп жатыр. Қазір жігіттер BYD түссе де Хончи түссе де баспай қойыңызшы, кете берейік сонымен. Кете берейікші. Бір рет қайталамыз. Зато біліп жүреміз да электрокарда қандай машина жүр екен. Бір рет қайталанса ешнәрсе қылмайтын шығар енді, шынымен көрейікші болып жарайды. Бір машинаға екінші рет мініп жатсақ ешнәрсе қылмас. Қалды ма? Қалдады. Сол BYD QM плюс. Бір чотаға машина ма? Короче болды, сонымен кеттік онда. Қайттан арқасынан қысылып отыратын біз ғой. Таксимізге қатты құрмет көрермендер. Анау емес Инстаграмдағы ит шыққан кезде Феррари тұратын, Алибектің Ламборджини тұратын жер емес пе еді? Мына жерде қазір бізде Кадиллак. Анау. Қойшы, ақ па? Иә, ақ 548 ба? Міне өзі. Сол жаңа бірінші өзіміздің BYD.
Ассалаумалейкум. Мына не тар болып қалған, осыдан капец большой спидометр, да? Там ничего не выбрали, кроме скорости. Мы себя на видео снимаем, можно же, да? Мына машинадан екі снимать, бір нәрсе ұсынады да. Сиденьесі қарашы. Рикардо сияқты екен, спортивный бұл. Баланың спортивный машина, Subaru'ларда. Негізі просто маған ұнамайды нәрсесі. Мына жер жаман тар. Отырған тұрған кезде басым нормалады екенсің мына жер. Төмен үсте қойып. Ана Нива бар ғой, инкассатор ше. Ол да сондай ғой, броник. Бірақ маған ең қатты ұнағаны анау ғой. Несі? Спидометр ғой. Да. Патология. Спидометр, патология. Мынандай Телефон ба почти? телефондан кішкентай. Жоқ, биіктігі бірдей, иә, телефондан да жатса короче. Осындай жер. Ана қарасай. Глав жетсек болды. Бір машина екінші жетіп отырдық. Қайтарда не болады екен бұдан кейін. Жоқ, ішінен деревянный вставка әдемі істеген да. Черный глянцевый. Подсветка бергенде өлейді. Подсветка бергенде бір... Бірақ ана екінші отырған машина кең болды. Арқасы патолог анау. Хончи EMQ5 деді ма қандай? Мықты екен ше. Все, спасибо. Ой, красавчик. Екінші рет басын тиді мынаған. Істемесе, братан, мына жеріне сәл кесіп тастай салайықшы мынаны бүйтіп. Басын тиді. Келдік па? Рома біраз іштеп отыр ма? Бірінші машина, екінші машина ақырындап ұйықтап тартып жүрміз, төртіншісінде Мадияраға ұйықтап қалды. Короче, достар, 4 машина жүрдік. Енді қазір мына жерде съемкадан кейін үйге қайтамыз. Может, тағы бір жерге барамыз ба көреміз. Ол кезде енді мына машинаға отырмай қояйықшы. Болды, шықса салдым енді. Еще ұзақ поездкеге таңдап алған машина. Алдырмай екен. Арқасында жамын тиді ма сен басын деген жоқ па? Екі рет тиді мен, еркекше жамын. Ол боксқа қатысым ішіне бар. Ой, мәселе, одан мен рукопашкаға қатысқам. Поушын пешін. Нью-Йорк, бакабой, бабабой, Нью-Йорк, бакабой, бабабой. Жатчандар бұл жақта, мынандай екен ғой. Мына жақта деді ма біреу да? Жатсың арзананың палуан. Ассалаумалейкум. Қалайсың? Қамал жада жақсы ма? Аман есен. Киіп алғандар қыздар. Не қалам бәлем, Прада. Жатам не жаңа. Так, короче, көрмедер, нияқтан шықтық, шафраннан жігіттермен тамақ жеп, бізге қатарға Айшуақ бауырымыз қосылды. Қалайсыздар, денсаулық жақсы ма? Аман есен. Жақсы. Да, зор да. Алматыға қош келдіңдер. Аха, кеп қалып. Кетіп тұрыңдар. Айтпақшы құрметті көрермендер, Айшуақпен 2 килограмм түсірсек қалай? Көресіздер ма? Қызық па, қызық емес па? Жаза кетіңіздер. 2 килограмм. Ой, шірі 2 килограмм емес қазір. Вариант болады, короче. Так, оны айт, бәрін айтты, бірін айт, құрметті көрермендер. Енді біз келесі қазір үй жаққа баруымыз керек болып тұр. Заттарды қалдырып, дәл шарға бір жаққа шығамыз да, шықпаймыз да білмейміз. Қазіргі бізде 5-ші поездка. Міне өзіміз үй жаққа адресті көрсетейік. Электронды басамыз и заказать. Не машина шығады екен. Рядом с нами 3 машина. Жаңа BYD мен Хончи болмаса екен ше. Надоел уже. Қойдым уже. Тем более жаңа бірінші мен 4-ші машинамыз одно и то же машина. Бұл жолы смотрим, какие ближе. Көрейік. Короче, достар, BYD Kim Plus. Тағы сол машина. Короче, екінші машина, достар, бізде қараңыздар. Хотя бы тағы электрокарда попытка бір рет заказ беріп көрейінші деді, достар, бізде тағы да Хончи EQM5 келіп отыр. Бұл жаңа екінші мінген машинамыз ғой. Сонда, достар, бізде 5 поездка болды ма? 5 поездкада 3 түрлі машина болды. Оның екеуі бізде 2 реттен қайталанып отыр. Оның мынау Хончи EQM5 деген жаңа екінші машинамыз ғой. Арқасы кең деп жатқанымыз ше. Жарайды, хотя осымен жете алайықшы. Зато, достар, осы видеода бір түсінгенім, Алматы қаласындағы электрокарларда дәл осы Хончи EQM5 пен жаңағы BYD бір плюс деген бар ғой. Сол екі-ақ машина екен, короче. Сол бағана мінген машина сияқты, короче, Мерс сияқты примерно. Мен отырмын кәділакта, Мынаның арқасы бар ғой. Қазақстан жері кең деген сөз осы машинаға арналған қойсыңдаршы. Осы машина музыка өшіріп аламыз да сәл. Жоқ, шынымен де қарашы, на расстояниеден қара да. Бағана BYD ханды қара. Мынау ше кәдімгідей мерсовский сияқты. Кең, еще потологы да биік та. Бағана BYD ханды мен басым потолға тиіп отыр, шаштарым тиіп отыр да. Мынада не жоқ екен дейді? Подсветка. Бағанағыда бар еді ғой. Сәл значит комплектацияда разница бар. Бұларда комплектация бар ма? Мына полмиларынан может неде болуы мүмкін, люкте болуы мүмкін. Мына жерде ше. Мен бір риза болғаным ше. Полик нәрсе болды. Полный телефонный озын бір полик та. Анда бір газельдерде болады, микроавтобустарда, минивендерде ше. Мына жерде андай шығып тұратын зат жоқ та. Нағыз андай таксисте сондай да, таксиге арнап шығарылған машина. Басқа өзім негізі обычный өзіміздің машинаға да. Маған бұның астында да баған. Осы ашып қойып отырайықшы да. Аш. Подстаканник па? Подстаканник жоқ болды ба? Ладнее. Осындайға ғой. Ой, отыра білді осылай. Мына жерде несі бар еще? Не? Азычок. Өсіп арқада басып тарсақ. Мынаның арқасы шынымен достар. Кең. Мына есіктің үлкендігі алдыңғы есіктен 1,5 есе келеді примерно. Ақыры ашып болдың ба? Ашыған. Ош мен қарамай тұрым керек па? Қайттан есікті көрсетуім керек па? Есікті қасыңдар 1,5 есе деген кезде ашып керек екен ғой давай. Короче, осымен достар бізде 5-ші поездка. Нағыз бүгін қарына тыныш. Кино сөйтесің ба? Электрокар. Енді қазір осымен үйге қайтып бара жатырмыз. Примерно бүгінгі біздің жұмыстарымыз аяқталды. Достар, таңның атысында бастағанбыз уже қап қараңғы болды да. Қараңғы. Түн уже. Тағы қараңғы.
осымен бүгінгі видеоны аяқтаймыз. Баяғыда есіңде ме, Астанада біз такси бизнес тұрдық қой. Чисто Камригілер берді ғой. Камри. Иә, соңында Kia келген кезде қуанып кеттік қой біз. Біз Камри болып надоеліп кеткен еді ғой. Сол сияқты достар, бүгінде де қазір Қазақстанда бізде тек осы Алматыда ғана ғой электр. И электрокардың көліктермен жүріп көрдік. Байқағандарыңыздың бәрі бірыңғай Қытай. И екі основной машина бар екен. Біз қайта отмен жасап, басқасын көрейікші депші. Ақыр соңы болмаған кейін үйге жету керек. Меморика сағат бізде достар. Қараңыздар. 6 нағыз қазір пробканың қайнайтын уақыты. Мына кезде тез такси заказ етіп үйге жете алмасаң, қазір бос такси таппай қаламыз ба дедік та. Қуанышты болса болса. Еще комфортный барасың. Маған бір ұнаған жер кеңдігі ұнады маған. Просто маған андай ше, подсветка, панорама қойсаң бизнес қой. Нағыз бизнестік қой. Бағана неден артық болмаса кең не қалыспайды вообще. BYD ханнан артық болмаса кең емес мына машина. Так что құрметті көрермендер, бүгінгі біздің бір видеомыз примерно осылай. Қазір видео соңына таяп қалды. Қазір үйге жеткеннен кейін толыққанды қорытынды жасайтын боламыз. Сол себептен видеоны соңынан тамашалаңыздар. Алтай болыңыз достар, менің видеода өз мәзіне жетті. Егер сіздерге ұнаған болса, Лайктаймай басыңыздар. арнаға жазылыңыздар. Және де комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Олай болса, осылай кереметтік көңіл-күймен біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше Аман сау болыңыздар.